Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Мөлдір Әділхан. Бүгін бомба шоколадный пирог пісіреміз. Ол үшін бізге ұн керек, сүт керек, какао, май, қант, жұмыртқа және қопсытқыш керек болады. Барлық ингредиенттер төменде жазылған. Ең әуелі жұмыртқамыз бен қантты әбден араластырамыз. 3-4 минут көлемінде массамыз әппақ болып ағарғанша дейін араластыруымыз керек. Содан соң май мен сүтті қосамыз. Оны да кішкене араластырамыз. Кішкене араластырып болған соң ұнымызды, қопсытқыш және какаоны қосып араластырып, осындай қоюлау масса шығаруымыз керек. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қосып қоямыз. Оған дейін массамызды ыдысымызға салып, содан соң бетін шиелермен әсемдейміз. 40 минут көлемінде, 35-40 минут көлемінде пирогымыз пісіп шығады. Пирогымыз пісем дегенше осылай глазурь жасаймыз. Ол үшін сгущенный молоко 3-4 ас қасыққа какао, 1 столовый ложка какао қосамыз, әбден араластырамыз. Менің пирогым 35 минут көлемінде пісті. Содан соң глазурьмен бетін әсемдейміз. Үстін шиемен осылай қойып шығамыз. Осындай пирог дайын болды. Жасалуы өте оңай және жұмсақ. Менің балаларым шыдамаған соң ыстықтай кестім. Ал сіздер әбден суытып барып кескендеріңіз дұрыс болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Қазақша каналды қолдап қояйыныздар.